дейін бір бөлке нанның қанша тұратынын білесіз бе? 500,000 marks. 500,000 marks. The wheelbarrows aren't big enough to carry the Бұл money. екінші дүниежүзілік соғыстың бастаушысы. Бір кездері әлемнің жүрегіне үрей ұялатқан Гитлер. Өлімінен 70 жыл өткен соң, жыл еді. Бір кездері қаңырап, бос қалған Берлин енді биік ғимараттар мен қарбалас көшелерге толы болды. Бұл Гитлерінше дүниежүзілік соғыста жеңіске жетті деп сенуіне себеп болды. Ол өтіп бара жатқандардан президент сарайы қайда екенін сұрап, қызметке кірісуге үміттенді. Алайда өтіп бара жатқандар оны интернеттегі арқылы жұлдыз деп қателесті. Олар Гитлерді қоршап алып суретке түсірді. Толығымен таң қалған Гитлер газет дүңгіршегіне кездейсоқ барып, газетті алып 2041 жыл екенін көрді. Сол жерде мейірімді газет дүңгіршегінің иесі оны үйге алып келді. Ал иесінің түсіндірмесінен кейін Гитлер ақыры екінші дүниежүзілік соғыстан бері 8 жыл өткенін түсінді. Ол тез жиналып, әлемде не болғанын бірден зерттей бастады. Оны оқығаннан кейін ол Германияны екінші дүниежүзілік соғыстың шарықтау шегіне дейін жеткізе алатынына сенімді болды. Алдымен ол өзін жарнамалауы керек болды. Гитлерді де тапты. Талантты режиссер Гитлерді миллиондаған оқырманы бар интернет жұлдызына айналдырғысы келіп, содан кейін оның отбасына тікелей эфир арқылы тауарлар сатуын қалады. Жаулап алудың тамаша мүмкіндігі деп ойлады. Сондықтан әрқайсының өз таланты бар екеуі келісімге келді. Ақырында режиссер келісімгелерге комедиялық сюжеттер Гитлерді жасауға көмектесе бастады. Гитлер ұзақ құрғақшылықтан кейін жаңбыр тапқандай сезінді. Ол егер сол кезде мұндай жағдай болғанда әлемді тек сөзімен ғана жаулап ала алатын еді деді. Сондықтан тағы да өзінің ең күшті қадамын жасады. Алдымен көшеге шығып, адамдардың президент туралы пікірін зерттеді. Үймен жүріп, ол халықтың көз алдында президенттің ақымақ екенін білді. Бұл сөзсіз Гитлерді қайта оралу үшін ең жақсы мүмкіндік болды. Сондықтан Гитлер өзінің алғашқы тікелей эфирдегі шоуын бастады. Бірақ ол тауар сатуды жоспарламады. Керісінше ол халықтың жауынгерлік рухын оятып, барлығын оған құлшына ілесуге мәжбүрлегісі келді. Бұл Гитлердің ең жақсы шеберлігі еді.